Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен тартылған сиыр етінен үй жағдайында котлеттер дайындайтын боламыз. Сол үшін бізге нан қажет болады. Мен қара наннан алдым. Қалауыңызша әрине, және де үстіне сүт құйып жұмсартып қоятын боламын алдын ала. Сүттің орнына су қолдансаңыз болады. Және де тартылған фаршымыздың үстіне миксерден өткізіп мен пияз салдым. Одан соң дәміне қарай паприка тәтті, қара бұрыш және де тұз салатын боламын. Бұл жерде қалауыңызша өзіңізге ұнайтын приправа салсаңыз болады. Барлығын салып болғаннан соң жұмыртқа саламын бір дана. Одан соң жаңағы жұмсартып дайындап қойған қара нанымызды уақтап осылай қолыңыздың көмегімен езгілеп біркелкі қылып барлығын салып бір араластыратын боламыз. Жақсылап араластырып міндетті түрде қолыңызбен араластырыңыз, сол кезде жақсы араласатын болады. Араңызда каналыма тіркелмеген жандар болса, міндетті түрде тіркеле өтіңіздер. Алдағы уақытта сіздермен керемет рецептермен бөлісетін боламын. Және де міндетті түрде осы лайфхакты ұмытпаңыздар. Осылай соққылау арқылы сіз котлетіңіздің бір-біріне жақсы беруіне көмектесетін боласыз. Біркелкі пісірген кезде шашырамай біркелкі болып тұрады. Одан соң осылай қолыңыздың көмегімен котлеттің формасын жасайтын боламыз. Тез әрі оңай жасалады. Және де бір-біріне де жабысуы да өте оңай. Ешқандай бір қиыншылықты қажет етпейтін болады. Мінекей, қанша не керектігі жөнінде барлығын төменге описание бөліміне қалдыра кететін боламын. Кіріп қарасаңыздар болады. Мінекей, дәл видеодағыдай қылып осылай қолыңыздың көмегімен формировать етіп котлеттеріңізді жасап шығасыз. Алдын ала осылай жасап, морозильникте қатырып қойсаңыз да болады. Кез келген уақытта шығарып пісіріп алатын боласыз. Мінекей, мен бір бөлігін жасап болдым. Енді екінші бөлігіне көшетін боламын. Барлығы менде осынша 25 данадай котлет шықты. Мен енді барлығын осылай алып морозильникке қатырып аламын да. Одан соң пакеттерге салып бөліп қоятын боламын. Егер де видео ұнаса, каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар.